Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде математика сабағы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таңдап алу тәсілмен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бүгінгі сабақта сіздер таңдап алу тәсілмен комбинаторлық есептер шығаруды үйренесіздер. Ендеше балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мұқият тыңдаймыз. Жас суретшіде бояудың 4 түсі бар. Табиғат көрінісін бояу үшін 2 түс таңдап алу қажет. Оны қанша тәсілмен таңдауға болады? Түстерді әріптермен белгілеп, нұсқаларды жаз. Ендеше балалар, түстерді осындай қылып әріптермен белгілейміз және мүмкін болатын нұсқаларды жазамыз. Сонда қанша нұсқа пайда болады деп ойлайсыздар балалар? Дұрыс айтасыздар. 6 нұсқа пайда болады. Олар мынадай нұсқалар: қызыл көк, қызыл сары, қызыл жасыл, көк сары, көк жасыл және сары жасыл. Балалар, осы тапсырма аяқталды. Енді екінші тапсырманың астына қарайық. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 6, 7, 8, 9 цифрларынан неше 2 таңбалы сан құрастыруға болады? Балалар, бұл жерде цифрлар қайталанбайтынын ескереміз. Ендеше есептің шешуіне қарайық. 67, 68, 69, 76, 78, 79, 86, 87, 89, 96, 97, 98. Яғни 12 сан құрастыруға болады. Енді осы тапсырманың әсіне қарайық. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанатын болса, онда 1, 2, 3, 4 цифрларынан неше 2 таңбалы сан құрастыруға болады? Бұл есептің шешуі мынадай болады екен. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. Яғни балалар, бұл жерде байқап тұрсыздар, цифрлар қайталанып тұр. Сонда бұл жерде 16 сан құрастыруға болады. Оқушылар, енді таңдап алу тәсілмен шығарылатын комбинаторлық есептерде мынаны есте сақтауымыз керек екен. Нұсқаларды жазу жүйесіз болмауы тиіс. Таңдап алудың дұрыс жолы сандарды өсу ретімен жазу. Мұндай таңдап алуда бірде-бір нұсқа қалып кетпейді және нұсқалардың қайталануына жол берілмейді. Ендеше осыны есте сақтай отырып, балалар, мына тапсырманы орындайық. Арман суреттері бар фишканы 3 рет лақтырды. Арманда күн мен кемпір қосақ суреттерінің түсу ретінің неше нұсқасы болуы мүмкін? Кестеге назар аударайық. Бірінші нұсқа күн, күн, күн. Екінші нұсқа күн, күн, кемпір қосақ. Үшінші нұсқа күн, кемпір қосақ, күн. Төртінші нұсқа күн, кемпір қосақ, кемпір қосақ. Бесінші нұсқа кемпір қосақ, кемпір қосақ, кемпір қосақ. Алтыншы нұсқа кемпір қосақ, күн, күн. Жетінші нұсқа кемпір қосақ, күн, кемпір қосақ. Сегізінші нұсқа кемпір қосақ, кемпір қосақ, күн екен. Сонда балалар, арманда күн мен кемпір қосақ суреттерінің түсу ретінің 8 нұсқасы болуы мүмкін екендігіне көзімізді жеткіздік. Оқушылар, енді мынадай қосымша тапсырмаға қараймыз. Саяхатшы 5 баланың әр қайсысына табиғатты суретке түсіру үшін сыйға бір фотоаппараттан берді. Саяхатқа шығар алдында әр бала достарын
бір реттен суретке түсірді. Оларда барлығы неше сурет болды? Балалар, ендеше саяхатшы баланың саны 5 болса, олар әр қайсысы, яғни 5 бала әр қайсысы өзінің 4 досымен суретке түседі екен. Сонда 5 бала 4 суретке түскен кезде 20 фотосурет болады. Балалар, енді 5-ші есептегі графикке назар аударып, мұқият қараймыз. Бұл жердегі тапсырма мынадай. Графикке қарап, оның сипаттамасын құрастыр. Сұрақтарға жауап бер. Қозғалыс графигі бойынша тағы сұрақтар құрастыр. Графиктен жаяу жүрген туристің А пунктінен таңертең сағат 9-да 4 км сағат жылдамдықпен жолға шыққанын анықтауға болады. 1 сағаттан соң 12 км сағат жылдамдықпен оның соңынан велосипедші турист шықты. Оқушылар, сіздерге мынадай сұрақ. Велосипедші қай уақытта аялдады? Я, балалар, графикке қарасаңыздар, велосипедшінің сағат 11-де аялдағанын көресіздер. Келесі сұрақ. Велосипедші қанша уақыт аялдады? Велосипедші сағат 11-ден 12-ге дейін аялдады. Және бір сұрақ. Аялдағаннан кейін велосипедшінің жылдамдығы қалай өзгерді? Ойланыңыздар, балалар. Велосипедші шыққан кезде 12 км сағат жылдамдықпен шығады. Аялдағаннан кейін оның жылдамдығы 12:00 мен 13:00-ге дейін 22 км сағатқа барды. Сонда біз осы 22 км сағаттан 12 км сағатты азайтамыз. Ол тең болады 10-ға. Сонда аялдағаннан кейінгі жылдамдық 10 км сағат болып өзгереді. Енді оқушылар, сіздер қосымша өздеріңіз қандай сұрақтар құрастыра аласыздар? Бір сәт ойланыңыздар. Я, балалар, мынадай сұрақ құрастыруға болады екен. Жаяу туристің жылдамдығы қандай? Жаяу туристің жылдамдығы 4 км сағат. Екінші сұрақ. Жаяу турист қай уақытта аялдады? Сағат 11:00-ден 12:00-ге дейін. Балалар, енді 8-ші тапсырмаға қараймыз. Кітапханада ерекше жануарлар туралы кітаптарды 4 бала таңдады. Олар 5, 8, 13, 15 жаста. Балалардың аты Айна, Бауыржан, Шолпан, Күләш. Олардың біреуі балабақшаға барады. Айна Бауыржаннан үлкен, ал Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінеді. Сонда әр баланың жасы нешеде? Енді шешуіне қараймыз. Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінеді. 5 қосу 13 тең болады 18. 8 қосу 13 тең болады 21. Олай болса, Айна мен Шолпанның жастары 5 немесе 13, 8 немесе 13-те болуы мүмкін. Айна Бауыржаннан үлкен болғандықтан, оның жасы 13-те, ал Бауыржанның жасы 8-де. Олардың біреуі балабақшаға барады. Ендеше Шолпанның жасы 5-те, Күләш 15 жаста. Балалар, ендеше біздің бүгінгі математика сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.